Қостанай облысы Арқалық қаласы жас ұлан балалар мен жасөспірімдер орталығы. Бизнес жобаның аты Green Roof экологиялық жылыжай кешендері. Орындаған Руслан қыз Назерке, жетекшісі Абраева Айгерім Дүйсенбайқызы. Қысқаша мазмұны Green Roof бұл Арқалық қаласындағы күн панельдері және де жаңбыр суын жинау жүйесімен жабдықталған экологиялық жылыжай кешені. Мақсаты экологиялық таза өнім өндіру және де азық-түліктің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және де міндеттері инновациялық жылыжай салу, күн энергиясын пайдалану, жаңбыр суын пайдалану және де органикалық тәсілдерді қолдану. Өнім сипаттамасына келсек, қызанақ, қияр, салат жапырақтары өсіріледі. Гидропоника жүйесі, күн панельдері және автоматтандырылған климат бақылау жүйесі жұмыс жасайды. Нарықтық талдауы: бағаның маусымдық көтерілуі, жергілікті сұранысы жоғары, импортқа тәуелділікті азайту. Нысаналы клиенттер, дүкендер, мектептер, базарлар. Маркетинг стратегиясын қарасақ, таза өнім, таза энергиямен слоганы. Сату арналары тікелей сатумен келісім шарттар. Сонымен қатар Instagram, TikTok, Facebook жарнамасы қолданылады. Ал бренд Green Roof Арқалық. Өндірістік жоспарына келсек, Арқалық маңындағы 1 гектар жерге 500 метр квадрат жылыжай орналасады. Үшін қажетті құрал-жабдықтармен жабдықтап, 4-5 қызметкер жұмысқа орналасады. Қаржылық жоспарына келсек, 20 миллион теңге инвестицияға салынса, шамамен айлық түсім 1,2 миллион теңге. Осыған қарай шамамен өзін ұзақтау мерзімі 1-1,5 жыл. Экологиялық және де әлеуметтік әсеріне келсек, бұл жылыжай электр энергиясын үнемдеу және суды үнемдеу арқылы жаңа жұмыс орындары мен таза өнімді береді. Қорытындылай келе, Green Roof жобасы бұл Арқалықтың экологиялық және де экономикалық дамуына серпін береді. Және бұл жоба арқылы таза энергия, жергілікті азық-түлік және жасыл технологиялар біріктіріледі. Назарларыңызға көп рахмет.